Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Нұрбек. Құдай қаласа жолға шықтық, Бурабайға, жұмбақтас оның ішінде. Біз жаңа жобамызды бастаймыз. Елімді түзейін десең, алдымен өзің түзе жобасы. Жобамыздың басты мақсаты Алла тағалам бізге берген әдемі табиғат көркем жерлер көп. Сол жерде турист орындар өте көп. Соны адамдардың құрметке алмауы, сыйлай алмауы, яғни қиянат жасап, бояп, неше іс-әрекетке баруы, яғни вандализм. Мен осы іс-әрекеттерді адамның табиғатқа деген қарым-қатынасын бақылап келе жатырмын. Бұл іс-әрекеттері бұрыннан бері алаңдатады. Соған бір шаралар қолданам екен деп ойлайтынмын, бірақ ешқандай нәтиже көріп тұрған жоқ, іс-қимылдар көріп тұрған жоқпын. Осыны тоқтату үшін жастарға үлгі болсын, басқа адамдарға үлгі болсын деп, осы істер қайталамасын деп, неше жазулар жазып, бүлдірген жазуларын жою үшін, бояулар кетіру үшін бара жатырмын. Яғни жұмбақтасқа барып, қазір жазылған жазуларды шлифовальный машина арқылы кетіремін щеткамен. Алла тағалам бізге берген әдемі жердің қайтадан табиғи қалпына, бастақ қалпына келтіру. Мен Бурабайға бірнеше рет бардым, жұмбақтасқа бірақ бара алмадым, өйткені жұмбақтастың сондай түрін көріп тұрып, қорланған түрін көріп тұрып, менің баруға дәтім бармады. Маған ұятты болды, жеркенішті болды, бірақ адамдар бар, ол жерге суретке түсіп, фотоға түсіп, және де оның ішінде көк туды ұстап, желбіретіп фото түсатқандарын көрдім. Бірақ ешбір адамды алаңдатпады ма деген ой келді маған. Ар жағындағы неше түрлі жазулар, вандализмнің белгілері. Енді бұл жасалған жаман іс-әрекеттер жақсылықпен қайтарамыз. Достар, міне Щучинскіге келдік. Бұйырса енді жұмбақтасқа барамыз. Ауа райы енді қолайсыз да болып тұр, бірақ сонда да Аллаға аманат. Достар, міне енді Бурабайдың әдемі керемет табиғатына келдік. Енді мынау біздің адамдардың істеген жұмыстары өте ұят. Бұл жерде жұмыс өте көп екен. Бірақ сонда да біз бастамасын салып көреміз. Достар, енді мына жазудан бастап көрейін. Мына жерге кофенің қалдығын тастап кетті, мусорды. Енді бұны біз өзімізбен бірге алып кетеміз. Осы жазудан бастап көрем. Арғата көре жатамыз. Достар, мынау шлиф машинамен кетпейді екен. Шлиф машина тек жаңа тегіс тасқа арналған екен. Мына ортада гідір-гідір жерлер қалып қойды краскасы. Бұны қалай кетіруге болады екен, сіздер бір ақыл айтып жүрсеңіздер. Мен әбден шлиф машинаның батареясы отырғанша тегістеп қарадым. Омен онша кете қоймады мынау. Менің ойымдағыдай болмады. Мұндай жазулар көріп тұрғандай көп өте. Қараңыздаршы, өте аянышты. Қалай бұлай өзіміздің табиғатымызды қорлауға болады?
осылай қастандық жасауға болады екен. Өте көп мындай жазулар. Достар, өздеріңіз көргендей, жұмбақтастағы бояуларды кетіре алмадым. Шлип машинаны ана бояуды кетіру үшін былай пайдаланып көрдім, былай пайдаланып көрдім, барымды салып кетіре алмадым. Шлип машина ол тек тегіс заттың бетіндегі бояуларды әртүрлі нәрселерді кетіруге арналған екен. Бірақ енді ана тастың өзінің жаратылысы ойық тас қой, тегіс емес. Бояулардың көбі сол ойық жерлерді қалып қойған, оны кетіру мүмкін болмады. Осы жерде айта кететін достар, сіздер білетін бір сұйықтықтар болса, осындай бояулар кетіретін бір әдістер болса, осы төменде комментария жазсаңыздар, немесе менен жекеме жазсаңыздар. Бұл обычно расстройды кетіре алмайды бұны. Және де достар, осындай істі қолға алып бірге жасасақ деген ойым бар, ниетім бар. Сіздерде сондай ниет болса, менің оймен бір болса, сіздің ойларыңыз біргейік, осы істі қолға алайық. Сон барлығымыз жұмылып, осындай вандализмді, жасалған қиянатты, дұрыс емес істерді, бояуларды кетіруге. Жалпы мен басты мақсатым осындай Алла тағала жаратқан әдемі бізге берген табиғат орындарын, туристік орындарды бояулардан, жаңағыдай вандализмнен тазартып, табиғи бастап қалпына келтіру. Достар, осы видеоға пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, басқа адамдарға да бөлісіңіздер. Осы істі қолға алайық. Келесі видеода көріскенше барлықтарыңызға рахмет. Аман болайық.